Бибігүл Дәулетбекқызы «Қаз қалпында» кітабындағы ит өлім әңгімесі. Осыдан 9 жыл бұрын менің көршім болды. Өзі еш жерде жұмыс істемейтін. Ауласында қалқиып ескі көк жигулиі тұрады. Сол көлігі ай сайын техникалық қызмет көрсету станциясында жөндеуден өтеді. Бастапқыда бұның сырын түсінбедік, деп бастады әңгімесін таксист ағай. Ау, әлеке, неге сіздің көлігіңіздің ылғи арт жағы сынады? Десек, ол, ой, сол баяғы қыз қырқынның кесірі ғой, көлік жүргізе алмайтынымен шаруасы жоқ, менің артыма кіріп кете береді, деп сөзінің соңын күлкіге айналдыратын. Еш жерде тұрақты жұмыс істемесе де, сол көршімнің жағдайы менен керемет болды. Жасыратын несі бар, кейде іштей қызығып, кейде қызғанып та қалатынмын. Қысты күні таңертең дірдектеп жұмысқа асығып бара жатсам, ол жылы төсекте тырайып тәтті ұйқыда жатқаны. Үйде отырған келіншегім көршінің әйелі ылғи алтынға малынып жүретінін айтып, құлағымның құрыш етін жеп қойды. Әйелі жылда бала туып, әрең дегенде 6-шы баламен тоқтады-ау. Шиеттей бала-шағаны қалай асырап жатқаны да жұмбақ. Бір күні осы маңайда тұратын досым келіп, темекісін будақтатып тұрып, бір сұмдық әңгіменің шетін шығарды. Әлгі көршіміздің қандай жолмен ақша табатынын біледі екен. Ол мүттәйім жаман жигулиіне мініп алып, әйнегінде «У» деген белгісі бар көліктегі қыз-келіншектерді аңдитын көрінеді. Жаңадан көлік айдауды үйренген әйелдерде не тәжірибе болсын, сөйтіп кем дегенде айына бір рет анау байғұс қыз-келіншектердің қапысын тауып, дәл алдына тормозын басып тұра қалып, кінәлі етіп шығарады. Өздері жаңадан көлік мініп жүрген байғұстар сас қалақтап, қорыққаннан сұраған ақшасын төлейді екен. Мына әңгімені естіп төбе шашым тіктірді. Әй, мынаны тоқтатайық та, дедім досыма. Досым, оны Құдай тоқтатпаса ешкім тоқтата алмайды, деп қолын бір сілтеп кетіп қалды. Түнімен дөңбекшіп мазам кетті. Ұйқыда келер емес. Көз алдымда көршім жазықсыз шырылдатқан қара көз қыздарымыз келеді. Әйтеуір таңды үйтіп-бүйтіп атырдым да алып ұшып көршімнің үйіне бардым. Бұлай жасауға болмайтынын айтқаным сол-ақ еді. Шаруаң болмасын. Егер менің осы жағдайымды біреуге тіс жарып айтар болсаң, үйіңнің орнын да таппай қаласың, деп ақиды. Мынаның ештеңеден тайынбайтын түрін көріп шошығандай болдым. Іштей өз обалың өзіңе деп үйіме шығып кеттім. Арада 3 ай өткенде көршімнің ауласынан ойбайлаған дауыс шықты. Барлығымыз далаға атып шықтық. Көршілер жиналып қалған екен. Сөйтсек кеше түнде күндегі әдетіне басып, көлігімен бір қыздың алдына тұра қалмақшы болады. Көзді ашып жұмғанша әлде қайдан сап етіп бетон тасығыш жүк көлігі көк жигулимен соқтығысып, дымын қалдырмай таптап тастапты. Сол баяғы досым тұр. Тыңдамап еді. Әне, ит өлім болды, деп күрсінді ол. Сүйектері мылжа-мылжа болып кеткендіктен бір имамды жаназаға шақыруға әрең көндіріпті. Артында аңыраған жары, жетілмеген балапандай шиеттей балалары қалды. Қанша жыл өтсе де, осы бір оқиға есімнен кетер емес, деп таксист ағай әңгімесін аяқтады.